Сәлем достар, бүгін сіздермен базовый гардероб на зиму дайындадым. 11 киім-кешекті көрсететін боламын. Гармоничный образдарды еш қиналмай жасай алатын боласыз. Бұл киімдерді масс-маркет, мидл-маркет кез келген жерден таба аласыздар. Ал енді бұл тема сізге қызық болса, менімен бірге қалыңыздар. Бірінші базовый гардероб не екенін айта кетейін. Бұл сіздің гардеробыңыздың скелеті десек те болады. Нейтральный түсте, есте қалмайтында, ешқандай принтсіз, базовый, нейтральный цветтер, мысалы черный, белый, бежевый, серый, шоколадный сияқты түстерді айтамыз нейтральный түс деп. Бұл киімдерді ұзақ кие аласыз және басқа киімдермен сочетать ете аласыз. Бірінші кезекте бізде базовая белая рубашка мужской кроймен, ешқандай принтсіз, ақ түсте немесе көк түсте таңдай аласыз. Кез келген киіммен үйлестіріп кие аласыз. Брючной костюммен, юбкамен, тіпті пиджактармен де үйлестіріп киюіңізге болады. Екінші кезекте бізде трикотажный костюм. Бұл кәдімгі кашемирден жасалған, не болмаса жаңағы вязаный деп те айтуға болады. Вязаный түрі де кездеседі. Қысқа арналған нағыз базалық киім үлгісі деп білемін. Кез келген жерге киіп кете аласыздар. Үшінші кезекте спортивный костюм. Балалармен жүрген кезде балалары бар әйелдерге, тіпті қыз келіншектерге, не болмаса кәдімгі бойжеткен қыздарға нағыз базалық киім үлгісі. Кроссовкимен қыста қалың грубый аяқ киімдермен де киіп кетуіңізге болады. Төртінші кезекте бізде брючной костюм, кәдімгі офисной киім сияқты деп ойлауы мүмкін, бірақ та бұны сіз офисқа, әрине каблукпен киіп кетсеңіз офисной киімге айналуы мүмкін, бірақ та сіз оны кроссовкимен кисеңіз өте керемет, стильді әйел ретінде көрінесіз. Сізге советую. Бесінші бізде кожаные брюки. Әрине кожаный брюки деп біз леггинсы дейді айтуымызға болмайды. Кожаный брюкидің свободный түрлері де болады. Осы міне свободный түрі сізге базалық киім үлгісіне жатады. Скини түріне келетін болсақ, ол мысалы толық әйелдерге, не болмаса аяғы қисық қыз келіншектерге жараспауы мүмкін. Сондықтан сіздерге свободный түріндегі кожаный шалбарды алуға кеңес беремін. Әрине джинсы. Джинсыз базалық киімдерді елестетуге болмайды. Кәдімгі көк түстегі, сор, қара түстегі джинсылар таңдауға болады, бірақ базалық түс ретінде маған өзіме осы көк түс ұнайды. Скинный түрі бар, свободный түрі бар, кала деп те айтып жатамыз. Осындай джинсыларды таңдауыңызға болады, бірақ нағыз база бұл свободный. Келесі бізде теплый кардиган. Бұл нағыз қысқа арналған база. Водолазканың сыртынан, рубашканың сыртынан, топтың сыртынан, футболканың сыртынан, тіпті майканың сыртынан, кез келген өзіңізге ұнайтын бір ішіңізден киім киіп, сыртына осыны киіп кете салсаңыз, өте әдемі көрінетін боласыз. Тіпті өзінде киюге болады, ешқандай ішіне киім кимей-ақ. Миди юбка. Әрине әйелдердің гардеробын юбкасы елестетуге болмайды. Әркім өзіне қолайлы юбка, мысалы біреулер қысқа, біреулер ұзын юбканы жақсы көреді. Өзіме миди юбка ең база деп білемін, деп қысқа юбкаларды көп жерлерге кие алмайсыз, ал ұзын миди юбкаларды кез келген ортаға үйлестіріп киіп кетуге болады. Келесі бізде платье слип. Кәдімгі атласовый рубашкалармен киіп кетуіңізге болады, немесе трикотажный миди ұзындықта костюмдермен де кисеңіз болады кештерге. Келесі водолазка. Водолазка бұл брючной костюммен де, шалбарлармен де, джинсылармен де, юбкалармен де үйлесіп кететін нағыз киім үлгісі және свободный джемпер.
юбкамен де тіпті үйлестіре аласыз, шалбармен, джинсымен де үйлестіре аласыз, кожаный брюкимен де үйлестіре аласыз. Кез келген базаңыздағы кез келген киіммен үйлестіріп кетуге болады. Ұнаса лайк.